Қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге өте жылдам дайын болатын самса түрін үйретемін. Алдымен қамырымызды дайындаймыз. Сүтке суды қосамыз, оған дрожжды салып, тұзын, шекерін саламыз және жарты қасық ас содасын қосамыз. Бір жұмыртқа қосып араластырамыз. Оның үстіне сұйық май қосамыз, жарты пиала. Ұнымызды қосып қамырымызды илейміз. Дайын қамырымызды 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Яғни біз ашытқы қосылған қамыр дайындап жатырмыз, Қамырымыз қатты да, жұмсақ та болмауы тиіс. Яғни бізге жайылуға келетіндей қамыр болу керек. Мен видеода қамырды көп мөлшерде дайындап жатырмын. Сіздер өздеріңіздің қажетінше аз дайындасаңыздар болады. Бір зуаласын алып, әдемелеп жаямыз, яғни жұқа қылып жаюымыз керек. Қамырымызды жайып болғаннан соң майымызды ерітіп, видеода көрсетілгендей қамырдың бетіне жұқалап жайып шығамыз. Қолымызбен сырғытып отырып, қамырымыздың, яғни самсаның формасын жасаймыз, яғни мидия баклавасы сияқты тәрізді болады. Дәмі тандыр самсаға ұқсас болып келеді. Мен мұнда салманы етпен және пиязбен дайындадым. Әркім өз қалауына қарай салмасын әзірлесе болады. Дәл видео көрсетілгендей салмасын салып, үстен бөліктерге бөліп, самсаны әзірлейсіздер. Дайын болған самсаны табасына салып, қызып тұрған пешке салып бір пісіріп аласыздар. Сіздерге рецепт ұнады деген үміттемін. Дайындап көруге кеңес беремін. Ас болсын!